Ақберен елгезек, қалаң бөлімі. Бір күні жеңгемнен күштілеп тұрып шапалақ жедім. Содан ойбайға басып, нағашы апамның қойнына тығылдым. Сөйтсем, сөредегі тұрған алманы сұраусыз алған екем. Ол алма ағамның балаларына арналған екен. Алма дейтін аулада шашылып жатады. Соны өз қолымен теріп алмай, неге дайынға жүгіреді, деген әлгі шапалақ жеңгемнің уәжі екен. Апамның айқайға басқанын көрсеңіз сол күні. Маған емес, әрине. Апам мені керемет жақсы көретін. Менің әкем жайлы қызықты әңгімелерді де сол кісі айтатын. Тұңғыш күйеу баласын өз ұлындай көрген екен. Есімде қалғаны, нан зауытында жұмыс істеп жүріп, оң қолындағы саусақтарынан тегіс айырылған апам күн ұзаққа картоп аршып отыратын. Ырғағы әдемі, бір әнді ыңылдап отырушы еді. Мен шапалақ жеген күні үйдің іші салқын тартты. Ертесінде шешем келді. Апам оған: балаңды өзің алып, тәрбиеле. Менің енді шамам жоқ. Оның үстінде мына жақта жүріп, жеңгелеріне жексұрын болғанша, жейтін таяқты өзіңнен жесін деп, мені шешеме қосақтап шығарып салды. Сол күн менің балалық шағымның тәтті дәурені таусылған күн еді. Бір силикат кірпіштен салынған, ақ қаңылтырмен төбесін жапқан, ауласы ат шаптырымдай үйдің алдына кеп тоқтадық. Анам осы үйде тұратынын айтпай-ақ түсіндім. Әлгінің үйі шынымен үлкен екен. Өзі бақуатты тұратын кісі екені анадайдан көрініп тұр. Аулаға имене кіргенмен ең алдымен сиыр сауып келе жатқан бір апаны көрдім. Апа жүрген жердің бәрі мейірімге толы болады деп ойлайтынмын. Оның бекер болып шықты. Қора жақтан шапшаң жүріп жеткен әлгі апамыз сүйкімсіз бір қап-қара кемпір екен. Мені көре салған кемпірдің көзі бағжаң ете қалды. Сол жағына қарай шырт түкірді де, әлгі мыстан кемпіріміз сүтін қоюға кілетке кіріп кетті. Мен бүрісе түсіп, шешемнің бауырына тығылдым. Біздің жарылқаушы әкеміз малда жүрген болып шықты. Онымен таныстығым жоқ әзірге. Сыртынан бір көргенім болмаса, кешке жақын әлгі машинасын гүрілдетіп үйге жетті. Бойы биік, мойыны жуан, білектерінде бұлшық еттері ойнап қышып, тамырлары білеуленіп тұрады екен өзінің. Құс тұмсық. Өне бойынан қара күштің қорқынышты ызғары есіледі. Қабағы үнемі түксиіңкі жүреді екен. Екі сөзінің бірі: әкеңнің аузын бәлен қылайын. Шашы бурыл тартқан, ат шақты, дөң қабақ, көзі үлкен, көкшіл. Бірдеңе ұнамай қалса, тісін шықырлатып қояды екен. Қысқасы, мендей нәзік балаға мұндай қуатты, қарадойыр адам ұнаған жоқ. Қатыгез екенін байғұс жүрегім бірден сезді. Барар жер, басатын тау жоқ. Осы бір табиғаттың үлкен қателігімен бірге өмір сүретін болдық. Мені шешем оған таныстырып жатыр. Осында тұрады. Апасы осында жіберді. Қасымда болсыншы деп жатыр. Анау маған ызбарлана қарап: ой, әкеңнің аузын, деп мені бір сыбап өтті. Көшедегі балалар осы бір сұмпайы боқтық сөйлемді маған қаратып айта қалса, жағаласа кетуші едім. Қазір оның іске асу өте қиын екенін түсініп тұрмын. Әзірге әліптің артын бағайын деп, өзімді өзім сабырға иландырдым. Кейін оның осы сөзіне етім үйреніп кетті. Әуелі ішімнен өз әкеңнің тағы аузын ұрайын деп күлімсіреп тұратынды шығардым. Кенет әлгі әкетайым: шалбарыңды шеш демесі бар ма? Онысы несі деп шешеме жалтақ-жалтақ қараймын. Шешем оны естімегенсіп, кілетке сүйеулі тұрған сыпыртқыны ала салып, жан ұшыра ауланы сыпыра бастады. Мен кірерге жер таппай тұрмын. Шалбарды шешкені несі? Әй, мақау, кереңсің бе не? Шалбарыңды шеш дедім ғой, деген күркіреген дауыстан селк ете қалдым. Неге папа? Қайдағы папа? Мен саған папа емеспін. Мені аға деп атайтын боласың. Ұқтың ба? Жарайды, қалауыңыз білсін. Шалбарды шеш, қане. Шешпеймін, ұялам. Уа-ха-ха-ха. Ұялатын қыз емес шығарсың, а? Олмын мен.
Дәлелдеші, кәне ұл болсаң. Мәңіз ендеше. Ой, Томаш, мына балаң кәпір ғой. Бұл үйге мен сияқты кәпірлерге кіруге болмайды екен. Ертесінде мәшинесіне мінгізіп алып, өгей әкем Ғабит деген бір хирургқа апарып, шырылдатып сүндетке отырғызды. Қара жер хабар жеткізбесін. Қалиасқармен таныстығым осылай басталғанды. Оны бұлайғы жұрт қалаң деп атайды екен. 2 аптадай нағашы ағамның менімен жасты қызының көйлегін киіп ап, етегін желпілдетіп ауланы сыпырып, су тасып жүріп, мені мұсылман қылған Қалиасқарды зерттеумен болдым. Кез келген адам қандай жағдайға тап болмасын, бірінші кезекте қауіпсіздігін ойлайды екен. Мен де сол ойдың жетегінде жүрдім. Қауіпсіздігімді қамтамасыз ету үшін келесідей нәрселерді істемеуге өзіме өзім уәде бердім. Бірінші, көп сөйлемеу. Екінші, салғыласпау. Үшінші, айтқанын бұлжытпай істеу. Осы 3 ұстаным мені әлгінің қарабұжыр жұдырығынан аман қалдыратын секілді боп көрінді. Бірақ бұл ұстанымдарымды дана уақыт түкке тұрғызықсыз етті. Оңаша жерде желкеден түйіп қалудан басталған қалаңның маған тиісуі күн өткен сайын үдеп, дамып, түрленіп, мың құбылып, жаңа формаларға ие болып, өгей әкемді тың ізденістерге жетеледі. Қалекең баланы ұруды өнер деңгейіне көтерген адам. Мысалы былай: «Әй, иттің ғана күшігі, бері кел», деп айғайлайды. Үшінші ұстанымымды іске асыру үшін алдына жетіп келем. «Сені кім шақырды?» деп әлгі мені күректай алақанымен ектің астынан періп қалады да мұрттай ұшырады. Артынан қарқылдап, мақұлықтарша күледі. Мен безе жөнелем. Келесі жолы тағы шақырады. Тағы ұратын шығар, бармай-ақ қояйын деп. Қора тазалап, немесе малға шөп салып жүре берсем, тағы да пәлеге қалам. «Шақырғанда неге келмейсің, сілімтік?» деп енді қолдың қырымен дәлдеп тұрып, желкеден ұрады. «Тоңқалаң асасын, жылауға тағы болмайды. Шешеңе айтсаң, өлтірем» дейді. Жыласам көзім ісіп кететінін екеуміз де білеміз. Сондықтан мен жыламауға үйрендім. Бұл маған көше төбелестеріне қатысу үшін зор тәжірибе болды. Күйреп жатқан жерлерден де жеңістің бір ұшын көріп, пайдалы бір дүние алып шығуға мен содан бері машықтанып алдым. Кеше көше төбелесі демекші, әлгіндей соққылардан кейін мен бала-шағаның жұдырығын маса шаққан құрлы көрмейтінмін. Ал өзім қалаңның маған қолданатын әдіс-тәсілдерін қарсы келген жүгірмектерге мейлінше пайдаланатын едім. Жарты жылдан кейін біз тұрған көшедегі балалар мені екінші атаман етіп сайлап алды. Мен тек қана Тілеукештен ғана именем. Ол шындығында шымыр және өте әлді бала болатын. Кейін екеуміз адам айыра алмайтын дос болып кеттік. Екеуміздің басымыздан кешіргеніміз жайлы төмен жақта әңгімелейтін боламыз. Мектебің мынау, классың бөлімі. Арада 1 жыл өтті. Мен 7-ге толдым. Көшедегі балалар мені көрсе құрақ ұшады. Бәріміз мектепке барамыз деп дайындалып жүрміз. Бірақ қай мектепке баратынымыз белгісіз. Оны үлкендер ғана біледі. Шешем өмір бақи орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп келді. Қазақшасы кез келген қазақтан артық. Елдің бәрі сотқа арыздану үшін, әкімшілікке хат жаздырып алу үшін шешеме келетін. Қазақша тап-тұйнақтай етіп жазып берген ол елдің ризашылығына бөленіп жүретін. Әлгі даңғоймен шешем әдеби тілде келістіріп тұрып сөйлесетін. Соған анау боқтықты қоспай сөйлеуге тырысып, мәдениетсіп, жетісіп қалатын. Онысы тіпті күлкілі еді. Арасы боқтықпен жалғанбаған соң, айтқан сөздері ұйқаспай, басы жоқ, аяғы жоқ сөйлемдерді құрауға тырысатын. Болмаған соң, әңгіменің аяғында басын шұлғып, дәу-дәу қолдарын сермеп, иығын қиқаңдатып, мың қыңылдап, біресе тұрып, біресе отырып, арасында анау ше деп қойып, ақыры ишараға көшетін байқұс. Маған бұл шешемнің оны жазалап жатқанындай көрінетін. Менімен анам тек орысша сөйлесетін.
Сөйтсем, мені орыс мектебіне берем деп дайындап жүрген екен. Мен болсам, тіліммен жағыма сүйеніп, екі тілде де сайрай беремін. Алматыда тілім балабақшада орысша шыққан екен. Ал үйде бәрі қазақша сөйлейді. Сондықтан мен мектепке бармай тұрып, екі тілді бала болып өстім. 1 класс. Үржардың дәл ортасында Киров атындағы ескі мектеп бар. Бүгін ол Ильяс Жансүгіров шайырдың атында. Сол мектептің табалдырығынан Олег деген орыстың бір баласымен қол ұстасып аттаған едім. Олежка екеуміз бір партада 3 жыл отырдық. Кейін ол сыныптас досым үй ішімен Германияға көшіп кетті. Сықырлақ парталарымыз жылда боялған соң, ағашынан гөрі бояуының арқасында қалыңдай беретін. Бұрынырақ төселген ағаш едендері де сықырлақ. Тақтайларының арасы ашылып қалған. Талай қаламсабымыз сонда түсіп ғайып болатын. Мектептегі өмір маған үйдегі тіршіліктен қымбат еді. Елдің балалары соңғы сабақтан соң үйіне қашса, мен мектептің кәнігі қарауылы секілді айналсоқтап кетпей жүретінмін. Үйге барсаң, қара кемпір берген суып қалған макарон жейсің. Одан кейін қара озбырдан таяқ жейсің. Еш өзгермейтін күнделікті тіршілік. Қарын ашқан соң еріксіз портфеліңді сүйретіп, үйге қарай аяңдайсың. Үйде сабақ оқу деген бір қасірет. Кітап ұстаған қолдарыңды иығыңмен қоса жұлып алардай әлгі дәу жетіп келеді. Немене? Оқымысты болып, менің інілерімнен керемет болып кетем деймісің? Қу жетім. Айда кет, бұзауға бар, деп түйгіштеп жіберетін. Өзі кітап атаулыдан қарадай қорқатын. Шешемнің жинаған кітаптарына қарап тұрып, осының ішінде бірде-бір сурет жоқ. Несіне осы қалың қағазға шұқшияды осы жұрт, деп таңғалып жүретін. Бірақ сол қараңғы адамның ішіндегі тәңіри рух бәрібір сол кітаптарда ғаламат күш бар екенін сездіретін сияқты көрінетін маған. Әйтеуір бұл шешемнің кітаптары мен шешемнен туған маған өш. Менің кітапқа әуестігім ол біледі. Сондықтан зал үйдегі мұқабалары әдемі кітаптарға жолатпауға тырысатын. Мен болсам, ол ақыл-ой теңізіне шомылуға әлі даяр емес екенімді білемін. Бұл жағдай қалаңның қаперіне де кіріп шықпайды.